сүйенсек, осы ерлі-зайыптылардың арасында бала пайда болған кезде көп ажырасу болады екен. Ажырасуға дейін барады екен. Неге? Өйткені жаңағы бала деген мына ерлі-зайыпты, мынау әйел, мынау еркек, екеуі тұр. Бала болмағанда бұл екеуі бірге тұр, міне. Бірге бір-бірін түсінеді, бір-бірін жақсы көреді, внимание береді. Ал енді мына екеуінің арасына мына жерге бала келді, міне. Екеуінің арасына бала келді. Мына екеуі не істейді? Былай алшақтайды. Мына екеуі алысқа кетеді да, мына ортада бала болады. Ортада бала болған кезде бала үшін ұрсады. Бір-бірін түсінбейді. Әйел адам шаршайды, ұйықтамайды, бала қарайды. Сосын күйеуіне мән бермейді. Күйеуіне мүмкін көңіл бөлмей қояды. Сол кезде ұрыс басталады. Немесе баланы сен дұрыс тәрбиелеп жатқан жоқсың деген сияқты. Так. Енем бар жас кезімде ортамызға кірісіп отыратын. Енелердің көбіне енелердің кесірінен ажырасып жатқандар.